Баршаңызға сәлем достар, қайырлы күн. Сіздермен бірге Айжан. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді, ауыздарыңызда еритін творожный булочканың рецебімен бөлісетін боламын. Ол үшін видеоны соңына дейін көріңіздер. Алдағы уақытта жаңа рецептерімді жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп, қоңырауды басуды ұмытпаңыздар. Алдымен жылы сүтке ашытқыны салып, бетін жауып, жылы жерге 10-15 минутқа қойып қоямыз. 200 грамм творог, 1 жұмыртқа, 100 грамм қант, 100 грамм ерітілген сары майды салып, шаңыштықымен жақсылап араластырып еземіз. Үстінен дайын болған ашытқымызды құйып, жақсылап біркелкі араластырамыз. Дайын болған массаның үстінен ұнымызды салып, жақсылап араластырып, қамырымызды илейміз. Қамырды илеп болдық, енді бетін жауып, 1,5-2 сағатқа қоямыз. Қамырымыз көтеріліп дайын болды. Енді бөліктерге бөліп, өзімізге ыңғайлы формада булочкалар жасаймыз. Мен бұлттың формасында жасадым, ал сіздер өздеріңізге ұнаған, қалаған формаларыңызда жасасаңыздар болады. Ортасына варенье немесе джем салсаңыздар болады. Қызып тұрған пеште 180 градуста 25-30 минутта пісіп дайын болады. Ас болсын.